Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің оқуымдағы құлшылыққа қатысты мақалалар, Абайдың қара сөздері, поэзиялар сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызға болады. Ал біз бүгін Абайдың 33-ші, 34-ші, 35-ші сөзін оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Егерде мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді оңысымен асырайын деп артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп түзден өнер іздемейді. Осы қолындағы аз мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара тапса, малға бөге қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып еріншектік, салдау салғырттыққа, кербездікке салынады. Үшінші, дархансың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе ағекен ең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілін де мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болайық деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қарық қыламын дегенге мәз болып, тамырым, досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болып, тамақ киім борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, сонымен табыс құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатұғыны қалай? Абайдың 34-ші сөзі. Жұрттың бәрі біледі, өлетұғынын, және өлім үнемі қартайып келмейтұғынын, бір алғанда қата жібермейтұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ нанады. Анық өз ойына, ақылына тексеріп нанбайды. Және хаммәні жаратқан Құдай бар, ақыретте сұрау алады. Жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыру да, жарылғау да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетілдіруі де бар деп, бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егерде осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз? Оларды мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде-кім ақыретте де дүниеде қор болмаймын десе білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы, ақырет қайғысынан, ақырет қуанышынан артық болса мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақта мұсылман екен. Егерде екі нәрсе кез болса, бірі ақыретке керекті, бірі осы дүниеде керекті. Бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ақыретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын. Жоқ, егер кез болмайтұғын болса, кен Құдай өзі кеңшілікпенен кешіреді дағы. Мұна кезі келіп тұрғанда мұны жіберіп болмас деп дүниеге керектігін алса, енді ол кісі жанын берсе ақыретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос.
Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ақыретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, көрден машқарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне, қаупің, екі дүниенің жақсылығына, рахатың бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің. Өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгендігіне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып көз алартыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетіменен еңбегіңді жандыр демей, пәленшенікі әпер демек. Ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра, өзімдікін жон қыламын деп, құр өй Тәңір-ай деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам? Абайдың 35-ші сөзі. Махшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғизат үшін, сый құрмет алмақ үшін қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөлік қояр дейді. Ақыретте бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлік қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мырзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер, ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең харап болған, сонымен қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет қылу түгілі сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ақыретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар деп. Ана шын ниетіменен орын тауып бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер, мен разы болдым. Сендерге лайықты құрметті орным бар, дайын, кіріңдер. Һәм ол разылықтарыңнан басқа осы махшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар деп айтар дейді.